орама мантыларыңыз сочный керемет болып шығу үшін мына лайфхакты міндетті түрде ұстаныңыз. Алдымен қамырын илейміз. Жұмыртқа, тұз қосылған сумен орташа қаттылықта қамыр илеп жарты сағатқа тындырамыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Бұл жердегі лайфхак сіздің мантыңыз сочный болып шығу үшін алдымен пиязға тұз салып, әбден мұжып, жақсылап тұрып араластырамыз. Одан кейін барып фаршымен бұрышын салып араластыратын боламыз. Сонда өте керемет болып шығады. Қамырымызды жұқалап жайып, төртке бөліп, әрқайсысын майлап, енді үстінен салмасын жұқалап жайып отырып, дәл видеодағыдай орап, улитка жасаймыз, яғни мини орама жасайтын боламыз. Ханым деп те айтып жатады. Енді мантаваркаға салып 35-40 минуттай пісіріп алатын боламыз. Дәл осы лайфхакпен жасаңыздар, өте керемет болып шығады. Мантыларыңыз баршаңызға ас болсын, пайдаларыңызға жарасын, және пайдалы парақшама міндетті түрде тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Баяу бір жел соқса пайдаладан, шарпылып өне бойға. Бал сезім бағыштап аймалаған, бағым менде бойла. Даламның ергесі елік мүсін іздеген